Барша мені көріп отырған қазақ бауырларымызға сәлем. Сіздермен бірге Артиш Шоу бағдарламасы. Өздеріңіз байқағандай жаңа көрініс, жаңа бөлім. Біз бастаймыз. Және осы аптада маған мына видеоны жіберді. Және бұл бір стендап батылға шақыру видеосы. Бірақ мәселе ода емес. Видео барысында бұл екі жігіт бізге көптеген қалжыңдар айтты. Және көрейік сол қалжыңдарды. Я болды, істеп тұрсале. Сәлем достар, достарды қоймын, оператор ғой. Не деген не olur? Жалпы осы айдан кейін тамыз айы. Негіз тамыздың орысшасы маусым емес па? Керемет қалжың. Менің ойымша бұл жігіттер кез келген нәрсені күлкілі қылады. Екінші бір кетеді дейді. Қойшай деп. Батылды жеке тұрғыдан алып қарайтын болса, сен соны жеке тұрғыда алып қарамай қойсашы. Егер мүмкіншіліктеріңіз болмай бұл батылға келе алмай жатсаңыздар, онда міндетті түрде келіңіздер. Есенелеукен бұл видеоны көрді. Және ол қазір қорқынышты түстер көріп жүр. Сөздің соңында айтармыз, жігіттер, сендердің қалжыңдарың өте күлкілі, психикасы ауыратын адамдарға. Және сендер лайықты түрде жылдың ең үздік қалжыңбастары деген атақ аласыңдар. Көктем келді, күн жылынды, және көптеген адамдар даладан тамақ ше бастайды. Және мына видеода сол даланың тамақтары туралы. Сонымен көрейік. Видеоның басында біз дүкенде тұрған тәбетті ашатын керемет кәуіптарды көреміз. Бірақ содан кейін қараңдаршы достар, қандай керемет кәуіптер. Олардың түрлеріне қарағанның өзіне тәбеттің ашыла бастайды. Тоқтаңдар. Немене? Тышқан? Қалай екен? Міне достар, 600 теңгенің тамақтың құны қандай. Бірақ неге біз жаман ойлаймыз? Бәлкім осы кәуіпті жасаған сол тышқан шығар. Кәуіп тауықтың етінен жасалған. Бірақ мен сенбеймін. Бұл сол тышқан достар шығар. Сіздің осындай керемет кәуіптеріңіздің құпиясы неде? Бұл құпия. Жалпы айтқанда қазіргі адамдар тамақтарға деген көзқарасы мүлдем бөлекті. Олар тамақты қадірлемейтін сияқты. Жақында ғаламторда мен мына видеоны таптым, және бұл видео мені қатты шошытты. Әлем қандай әртүрлі. Кейбір елдерде адамдар аштықтан қырылып жатыр. Ал кейбір адамдар сол тамақты аяғымен таптап жатыр. Әрине, ешқашан аштықты көрмегеннен кейін осындай миссыз ақымақтар тамақтың қадірін түсінбесі анық. Құдай сендерге тамақ беріп тұрса, онда тамақтың қадірін білейік. Бұрында халқымыздың бір үзім нанға зар болған кездерін ұмытпайық, достар. Қалай жағдай бауырым? Уақыт өте келе біздің балаларымыз үлкендерді мүлдем сыйламайтын болып бара жатыр. Мысалы, мына видеодан көрейік. Я тебя ругаю, это останет тоже. Апа, меня не надо ругать. Ругайте вот Лиду, ругайте Султанбек, ругайте Тимур, ругайте Алишер. Қарындас, ашуланбаңыз. Не деген тәрбиелі бала? Ұстазымен өз құрдасындай сөйлеседі. Один ученик тут. Я один ученик, апа, я вас спрашиваю. Нет, Саша, я вам давно говорила. Мне ничего говорить не надо. Расстрелять! Как труса и дезертира. Оның сөйлеу мәнері біреуге ұқсайды. Меня не надо ругать. Ругайте вот Лиду, ругайте Султанбек, ругайте Тимур, ругайте Алишера. Причем тут я? Я что, один ученик тут? Я один ученик, апа, я вас спрашиваю. Нет, Саша. Және сөздің соңында айтамын, достар, былай істеудің қажеті жоқ. Не болса да біздің жігіт деген атымыз бар. Я всех учусь. Нет. Расстрелять! Ругайте вот Лиду, ругайте Султанбек. Ал достар, барлықтарыңыздың сүйікті рэпер Смақ Айдарын бастаймыз. Және осы аптада мен мына рэперларды таптым. Сонымен тыңдаймыз. Қолдарды көтер. Алкоголик жігіттермен кәне бірге тербе. Немене? Алкоголик жігіттермен кәне бірге тербе. Алкоголиктер? Жақсы болып, енді алқаштар туралы да өлең тыңдайтын болдық. Тербе. Би бар, әнде.
Достар, сендер тоқтамаңдар, келесі жолы нашақорлар және қыстекелер деген өлең шығарыңдар. Біздің балаларымыз санасын әбден улап тастау үшін. Жарайды, ары қарай тыңдаймыз. Қымыз бен айранмен мас болып тербеп. Түсінбедім, неменеге мас бол? Айранмен мас бол, айранмен мас бол, айранмен мас бол. Және достар, енді олар билей бастайды. Мынаны көргенде көздерің жарылып кетуі мүмкін. Не деген бишілер, тоқтамастан билеңде. Жігіттер, жарайсыңдар, өз өлеңдеріңе киімдерің де сай болып тұр. Түрлеріне қарасам бір үлкен кісілер сияқты жұмыс істейді, бәлкім бір балалардың әкелері де шығар. Бірақ айтып тұрған сөздері 5 жастағы балалардың әңгімесінен де төмен. Жанды бөпселерді ұр, тұра қой братишка, қыздар келіп тұр. Әнге түп шебер, қымыз бен айранмен мас болып тербеп. Сен неме айран ішіп алғансың ба? Және достар, сөзді қорытындылайық. Құрметті алкоголиктер, өстіп қайдағы жоқ видеоны түсіргенше, оданша жұмыс істеп отбасыларыңды асыраңдар. Сол дұрысырақ болады. Және видеоның соңында маған осы аптада келген фанарттарды көреміз. Таста смартфонды, босатқын қолды, жан жаққа қара, бостандықты бағала. Кім ол, кім ол? Кім ол, кім ол? Кім ол, кім ол? Сонымен достар, бүгінгі біздің артишоу бағдарламасының 17-ші бөлімі аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарийларды астына жазыңыздар. Және ВКонтактеда біздің группамызға тіркелеміз, және біздің ресми арнаға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Есіміңді айтшы гәне таныстырып, таныстырды кім айтты? Мақан айтты осы. Сөз кезегі сенде есімің Сағынтай. Мақан айтты ма? Мақан айтты осы. Сақтанса сақтармын деген ұлағатты сөз. Сағынтай айтқандай Сақтықта қорлау жоқ. дұрыс. Шаршасаң демал, брат. Тағы басқа не хауа? Жатағаным үйге барам да. Қыз дегенің гүл емес пе, гүл дегенің көп емес пе? Қызың болды ма? Свидетельство